Мен Құдайдан қорықпаймын. Сен неге Құдайдан қорықпайсың? Осы сұрақ-жауапты көп муслим қазақтың ислам, Мұхаммед туралы ащы шындық аша бастасан айтатыны. Мен неге Құдайдан қорқуым керек? Құдай мен үшін Тәңір, жарық дүние сыйлады, жарқын өмір берді, сезім, ақыл, сана берді. Енді ары қарайдамы рухани, ғылыми, мәдени биікте өстеп еркіндік берді. Өз өмірінді елінің, адамзаттың өмірін жақсартуға, жаңа биіктерге шығуына үлес қос. Сол үшін ғылымды зерте, шынайы білім ал дейді. Біз адам атты қауым тіршіліктің бір титтей түйіріміз. Адамзаттың өзі өмір деген жаратылыстың алып ағысының бір тамшысы. Тек білім, ғылым осы ұлы бәйгеде табиғи сұрыптауда ұлтты, адамды сақтап қалатын, тірлігін жалғайтын бірден бір жол. Ешқандай Алла, ешқандай Будда, Иисус емес. Осы ғасырдың аяғында адам жасын 250-300 жылға жеткізетінін генетик ғалымдар, медиктер мәлімдеп отыр. Солай болады да. Міне сол кезде имамдар жаңа хадистер жазып, бұны халал жасап, Құдайдың берген жасын атеист тәңіршілдерге ұзартып алады. Дін тәтті ме? Жан тәтті ме? Сол кезде көресіңдер. Ал, өз, дамы, қорықпа, жанарға ұмтыл деген тәңіршілдік адам табиғатына сәйкес өміршеңдігіне үйлесімді. Осы өмірде қуан, ойна, күл, түрлі түсті әлемді көр. Тәңірдің берген жарық дүниесінде бар жақсылық, ләззатта, таңғалыста, қуанышта. Сол үшін Тәңір маған қорқынышты емес, себебі мен оның жаратқан ұлымын, пендесімін. Тек құл ғана иесінен қорқады. Таяқ жеймін, жазалайды деп. Тәңірдің берген жарық дүниесін жалған деп, көрмегенге куәлік беріп, өтірікке басына дейін батып, ақмақ болып алданып, қара жерге кетіп жатыр қаншама қазақ. Есі дұрыс, ойы түзу, адал сөз айтқан, өтірікті бетіне басқан адам неге Құдайдан қорқуы керек? Мен Құдайдан қорқпаймын. Ана арабтың Алла дегенінен тіпті қорқпаймын. Мен сенемін, Тәңірге сенемін. Әр ұлт, әр халық өз жерінде өмір сүруі, өз Құдайына табынуы тиіс. Тәңіршілдікте орта дүние дейді, төмендегі жердің де иесі. Қанша мұсылман болсан да осы жерде жерленсен, ешқашан жұмаққа бармайсың. Ол үшін Арабия шөлінде барып өлу керек.